Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Айым. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмі тіл үйіретін торттардың бірі Спартак тортының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, бірге жасап көрейік. Ал ендеше кеттік, бастайық. Бізге қажетті дүниенің экраннан көресіздер және описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен түбі қалың сотейнигімізге жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап тұрып, екеуі біріккенше араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантты қолдың меншігімен араластырсаңыздар болады. Миксерді пайдаланудың қажеті жоқ. Ең бастысы жақсылап араласса болды. Енді балымызды және какаомызды қосамыз. Бұл жерде айтып кететін жайт, менде какаоның алкализованный түрі. Егер сіздерде ондай түрі болмаса, кез келген какаоның түрін пайдалансаңыздар болады. Бірақ осы алкализованный какао бұл тортқа ерекше дәм береді. Екеуін қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бөлме температурасындағы сапасы жоғары сары май, мен үнемі президент майын қолданамын, және шоколадты саламыз. Менде бұл жерде Қазақстан шоколады, сіздер кез келген қара шоколадты пайдалансаңыздар болады. Барлығын қосқаннан кейін сотейнигімізді плитаға төменгі отқа қойып, біздің массамызды ысытамыз. Яғни массамыз ысыған кезде ішіндегі қантымыз және біздің қара шоколадымыз еріп, массамыз біркелкі тегіс масса болады. Үнемі венчикпен араластырып тұру қажет, себебі түбі күйіп кетуі мүмкін. Алғашқы көпіршіктер пайда болған кезде массамызды плитадан алып тастаймыз және осы ыстық массамыздың үстіне бірден содамызды қосып, венчигімізбен жылдам араластырамыз. Бұл жерде айтып кететін жайт, сотейниктеріңіз неғұрлым үлкен болуы керек, себебі сода мен бал араласып реакцияға түсіп, біздің массамыз екі есе ұлғаяды. Енді осы жерде жақсылап араластырып алғаннан кейін біздің массамызды бөлме температурасына дейін, суығанға дейін ұстаймыз. Сұйық массамызды бөлме температурасында суытуға болады, не болмаса суық судың үстіне қойып, венчигімізбен араластыра отырып суытуға болады. Мінекей сұйық массамыз суыды, енді аз-аздап ұнымызды қоса отырып, массамыз қоюланғанша лопаткамен араластырып аламыз. Әбден массамыз қоюланған кезде қалған ұнды столдың үстіне сеуіп, оның үстіне сұйық массамызды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Жалпы қамыр жабысқақ болады, себебі бал қосылғандықтан және шоколад қосылғандықтан. Бірақ бұл жерде артық ұнды қосудың қажеті жоқ, себебі біздің корждарымыз піскен кезде қатып кетеді және қамырымыз да қатып кетеді. Сәл жабысқақ болады. Енді осы қамырымызды пищевой пленкамен жауып, жарты немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында біздің қамырымыз қатайып, қолға жабыспай, жаюға ыңғайлы болады. Мінекей біздің қамырымыз 1 сағат тұрды. Енді осы дайын болған қамырымызды қажетті бөліктерге бөліп аламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Сіздер қалауларыңызша 8 немесе 10 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қажетті бөліктерге бөліп алғаннан кейін коржымыздың бір бөлігін алып қаламыз, қалған бөлігін пищевой пленкамен жауып, қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз және сол жерден бір-бірден алып шығып отырып жайып отырамыз. Жалпы коржымызды бірден пергамент қағазының үстіне жаямыз, солай ыңғайлы және пісіргенге де ыңғайлы болады. Енді тортымыздың көлемін, диаметрі қандай болады, соған байланысты жайып аласыздар. Менің тортымның диаметрі 20 см болғандықтан, мен сол көлемге дейін жаямын және диаметр 20 сантиметрлі осындай кольцамен кесіп алдым. Кесіп алғаннан кейін шаңышқымен тортымыздың бетін тесіп шығамыз. Ол не үшін? Себебі корждарыңыз көтеріліп кетпес үшін және біркелкі болып пісу үшін. Енді қалған корждарымыздың барлығын осылай жайып аламыз және бір-бірлеп пісіріп шығамыз. Енді осы дайын болған коржымызды қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 8-10 минутта пісіріп шығамыз. Жалпы өз пештеріңізге ыңғайланыңыздар. Менің пешімде 8 минутта пісіп шықты. Коржымыздың кесіндісіне қалған бөліктерден тағы да корж шығаруға болады, бірақ мен оны өзімен бірге пісіріп алдым, себебі торттың сыртына үгінді жасау үшін.
қаласаңыздар тағы да корж жасап шығаруға болады. Мінекей біздің корждарымыз пісті, енді бөлме температурасында суығанша ұстаймыз. Оған дейін крем дайындаймыз. Ол үшін бізге суық клегей қажет, 33 немесе 36%. Осы клегейіміздің үстіне суық тоңазытқыштан қойытылған сүтімізді қосамыз. Мен әрдайым трижеланияны пайдаланамын және қант ұнтағын салып, үшеуін миксермен миксерлейміз. Яғни миксеріміздің аз жылдамдығынан бастап, жылдамдығын арттыра отырып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Мінекей клегейіміз қоюланды. Енді осы қоюланған клегейіміздің үстіне 20 немесе 25% қою қаймағымызды салып, қолдың бенчигімен не болмаса лопаткамен ақырын ғана кремімізді басып алмай араластырып аламыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, себебі кремдеріңіз отырып қалуы мүмкін. Енді осы дайын болған креміміздің аздаған бөлігін алып қаламыз, яғни тортымыздың сыртын қаптауға алып қалғанымыз жөн. Енді тортымызды жинаймыз. Жинамас бұрын мен ылғида кремді өлшеп аламын және әр корждың ортасына бірдей крем кету үшін сол өлшеп қосамын. Сіздер енді өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады, бірақ өлшеп салсаңыздар, сол кезде торттарыңыздың кескен кезде кесіндісі әдемі болады және бір келкі болады. Сонымен бірге әр корждың ортасына бірдей крем кетеді. Осылайша әр коржымыздың ортасына кремін жағып, тортымызды жинап аламыз. Мінекей тортымызды жинадық. Енді сыртын мен пищевой пленкамен қаптап, содан кейін кольца кигіземін. Мен бұл жерде бұрын ацетатный пленка қаптайтынмын. Қазір тек пергамент қолданамын. Себебі пергаментқа біздің кремдеріміз шықпайды және біздің кольцамыз таза болады. Осылайша дайын болған тортымызды бетін пищевой пленкамен жауып, бір түнге не болмаса 5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Яғни тортымыз сіңіп, әбден қалыпқа келеді. Мінекей біздің тортымыз бір түн тұрды. Енді осы тортымыздың сыртын қаптауға алдындағы ортасына кеткен кремнен, алып қалған креммен сыртын әдемілеп тегістеп аламыз. Содан кейін қалауымызша әдемілейміз. Жалпы торттың сыртын кез келген креммен қаптауға болады, крем-чиз немесе басқа креммен, бірақ мен өзінің ортасына қосқан креммен қаптағанды жөн көрдім. Сол кезде торттарыңыз одан да дәмдірек болып шығады. Енді осылай тортымызды жақсылап тегістеп алғаннан кейін сыртын әсемдейміз. Мен осы торттың корждарынан қалған кесінділерден үгінді жасап, сыртын қаптап шықтым. Яғни кесінділерді осындай блендермен жақсылап тұрып үгітіп аламыз және қалауларыңызша өте ұсақ болу үшін ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Сол кезде өте ұсақ үгінді болады. Содан кейін осылайша тортымыздың барлық сыртын қаптап, астынан ұрғыштап отырамыз. Сол кезде артық үгінділер түсіп отырады. Ал торттың бетін толығымен осы үгіндімен жауып тастасаңыздар болады. Не болмаса мен сияқты тек шеттеріне ғана сепсеңіздер болады. Осымен тортымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Және өз пікірлеріңізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Мінекей тортымыздың кесіндісі қандай әдемі, ал дәмі деген өте нәзік болып шыққан. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.